Сәлем оқушылар, бүгін біз сыпайылық сабағын өтетін боламыз. Осы сабақта біз сендермен бірге сыпайылық әдебімен танысып, қоғамдық орындағы ережелерді бірге анықтайтын боламыз. Балалар, айтыңдаршы, сендердің ойларыңша сыпайылық деген не? Дұрыс айтасыңдар, сыпайылық деген адамның қарым-қатынаста мәдениетті, әдепті және кішіпейіл болуы. Қоғамдық орындарда өзін-өзі дұрыс ұстаудың белгілі бір ережелері бар. Біз оны әдеп дейміз. Біз әдепті болудың кейбір ережелерін күнде орындап жүрміз. Мысалы, қоғамдық көліктерде үлкен адамға орын беру, немесе қарт адамдардың жолдан өтуіне көмектесу, бөлмеге үлкен адам кіргенде орнынан тұру. Сыпайы адам айналасына ешқандай жайсыздық туғызбайды. Ондай адамның мәдениеті жоғары саналады. Балалар, суреттегі балалардың іс-әрекеттеріне назар аударыңдар. Қазір біз олардың іс-әрекеттерін талдап, қоғамдық орындарда сақталатын ережелердің тізімін жасаймыз. Бірінші суреттегі балаларды әдепті деуге болады ма? Жоқ, оларды әдепті деуге болмайды. Себебі олар айналасындағы адамдарға кедергі келтіруде. Демек, бізде бірінші ереже кинотеатрда өзгелерге кедергі жасамай, тыныштықты сақтау керек. Ал екінші суреттегі баланы әдепті деуге болады ма? Жоқ, екінші суреттегі баланы әдепті дей алмаймыз, өйткені ол үлкен адамға орын бермеді. Біздегі екінші ереже қоғамдық орындарда жасы үлкен кісілерге орын беру. Ал үшінші суреттегі баланы біз әдепті дей аламыз ба? Дұрыс айтасыңдар, ол баланы біз әдепті дей аламыз, өйткені ол жанындағы құлап қалған адамның орнынан тұруына көмектесуде. Ол бізде үшінші ереже. Ал төртінші суреттегі оқушылардың іс-әрекетіне назар аударыңдаршы, біз бұл жерден әдептілікті көріп тұрмыз ба? Иә, бұл суреттегі оқушылардың іс-әрекетін біз әдептілікке жатқыза аламыз. Өйткені кітаптарын, заттарын түсіріп алған адамға заттарын жинап алуына көмектесу әдептілікке саналады. Өздерің осы сияқты оқиғаларды естеріңе түсіріп, 5 және 6 қатарға ережелерді жазып шық. Экранда көрсетілген жағдаяттарды оқып, досыңмен жұптасып, оларды ойнап көр. Сен бұл жағдаяттардан қалай шыға аласың? Өзіңді сынап көр. Міне балалар, сыпайылық дегеніміз бір-бірімізге жылы сөз айтып, әдеппен сөйлеу, үлкенді сыйлау, кішілерге қамқор болу. Сыпайы болсақ, бәрімізге өмір сүруде, бір-бірімізбен араласу да жеңіл әрі қызықты болады. Сендердің әдепті бала болатындарыңа сенімдімін. Келесі кездескенше сау болыңдар.